Форумның берер пайдасы өте зор. Оның үстіне президентіміздің қатысуымен өтіп жатыр. Мына жерде барлық 2000-нан астам ауыл округтың әкімдері бүкіл республика бойынша қатысып, бұл енді пікір алмасу алаңы десе олар, тәжірибе алмасу алаңы. Президентіміз де өзінің сөзінде қозғап өтті. Бірқатар мәселелерді көкейде жүрген солардың бірі, мысалға мен өзім өңіріме қатысты айтатын болсам, мына экологиялық төлемдер мәселесі. Экологиялық төлемдердің бірсыпырасын сол өңірде қалдыру. Бұл енді біздің өңірдің Темір ауданның, соның ішінде Кеңгек ауылдық округінің халқы үшін берер пайдасы өте зор. Өйткені сол төлемдер арқылы біздер өзіміздің бірқатар мәселемізді шешуімізге қол жеткіземіз. Инфрақұрылымдық мәселелер бар, басқа да жаңағы әлеуметтік нысандарға қатысты мәселелерімізді оң шешуін осы төлемдер арқылы жүзеге асырамыз дейміз. Одан бөлек жаңағы салық түсімдердің бірсыпырасын қалдыру, ол да біздің бюджетіміздің толықтыруына үлкен септігін тигізеді. Жалпы әкімдік қызметке сайланғаныма 2 жылдан астам уақыт өтті. Биылғы жылда қол жеткізген нәтижеміз жаман емес. Біріншіден, енді нақтырақ айтып өтсек, мысалға салық түсімдері қазір 17% орындалып отыр. Екінші, тағы да айтып өтетін үлкен мәселе, мына үлкен жобалар жүзеге асып биыл спорт кешені жөндеуден өтіп, күрделі жөндеуден өтіп пайдалануға берілді. Қазіргі мына инфрақұрылым бағытында осы 2 жыл ішінде күрделі және орташа жөндеуден 15 көше өтті. Енді алдағы жоспарда да тағы да көшелеріміз бар. Оларды жөндеп қолданысқа беру туралы. Онан басқа жаңа жарықтандыру мәселесі, әлеуметтік салада бірқатар мәселелеріміз бар. Оны алдағы кезеңде жүзеге асырамыз деп ойлаймын.